Afriкадағы бір көл бір түнде 1700 адамды өлтірді. Жер сілкінісі ме? Жоқ. Цунами ме? Жоқ. Себеп тыныш жатқан су ғана. Камерундағы Ньюс көлі сырттай қарапайым, тауда орналасқан, терең, тыныш. Бірақ мәселе тек суда емес еді. Оның түбінде жүздеген жыл бойы көмір қышқыл газы жиналып қалған. 1986 жылы 21 тамызда түн ортасында сол газ кенеттен жоғары атқылады. Газ өте ауыр болғандықтан ол ауаға емес, жерге қарай жайылды. Маңайдағы ауылдарды 50 километрге дейін жапты. Ең сорақысы, бұл газдың иісі де, түсі де жоқ болды. Адамдар ештеңе сезбей ұйықтап жатып-ақ тұншығып қалды. Сол бір түнде шамамен 1700 адам және 3500 жануар қаза тапты. Тұтас бір ауыл оянбай қалды. Ньюс көлі бүгінде бақылауда тұр. Түбінде газ әлі жиналуда. Бұл тарихтағы ең үнсіз, ең жұмбақ апаттардың бірі болып қала береді. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар.